Жарайды, жұмбағымды айтайын. Бір кемпір мен шал бопты. Соның баласы мен келіні болады. Баласы қайтыс боп, келін жас қалады. Оны естіген бай ауылдың бір болыс, малы көп болыс. Соны тоқалдық алмаққа кемпір мен шалдың үйіне келеді. Сөйтіп келіп, аттан түсіп нөкерлерімен ойын білдіреді. Енді алыстан келген адамды құр жібермейді, тамақ істеп қондырып жібереді, немесе жаңағы әйтеуір қазан көтереді ғой қазақта. Сонымен енді кемпір мен шал сасып қалады. Мұндай деп ешкім ойламаған. Келін де естиді не себеппен келгендерін. Содан кемпір мен шал тамақ істейік, бір тамақ алдына қояйық деп әрекет қылып қазан жаққан ағанда келіні ақылды екен, келеді дағы: апа, үндемей отыра беріңіз, қонақтармен бірге әңгіме